О, күшті ол ойнап жатыр екенсіңдер. Бірақ мен қазір кетіп бардым. Мә, қыздарым, келіңдер. Мен деген қазір кетем, сендерге тағы да нені алып келдім. Бірақ та деген осы жолы бар ғой. Сендерге таңдап, дұрыс нені алып келдім. Ема? Күшті нене ма? Күшті нене, ең жуасынан таңдап алдым. Андай сөйлемейтінен, өзі сөйлегенде дауысы күшті екен, жіңішке, сыпайы екен. Енді сендер тыңдаңдар оларды, ема? Маған қайтыр жалып айта берме. Ұят болды отыр. Неше нене шақырдық уже. Шақырған ненеміз бәрі айту бере. Сендерге жалып айта береді, ема? Келген шығар уже. Қазір келеді. Мінеке өзі де келіп қала қойыпты уже. Жақсы болып келген. Қалайсыздар? Бұл келер, Иә, жақсы нене ғой да? Иә, нормальный нене екен. Нормальный болады енді. Осы қыздарды қараңдар. Иә, осы қыздар, кішкентай қыздар, білесіз ғой, біреу үлкендеу енді, үлкен баламен. Ол да кішкентай школда оқитын бәрі де. Садикке барады. Қарайсыз ғой, иә? Аты алдында қаншама няня шақырдық. Бәрі тек андай қыздарым ұрса береді, жұмсай береді. Ондай емес. Сіздер мен де нетіп кетпейсіз бе? Сіздің қыздарыңыз тентек деп бұрын ғана нянялар нетіп кетіпті, айтып жатыр. Жоқ, тентек емес. Сіз жақсы болсаңыз бәрі жақсы ғой бұл қыздардың да. Иә, қыздарым, ал тыңдаңдар, иә? Оймаз, кеттім мен ал. Давайте, жал сізге, енді сізге тапсырдым. Жақсы, кеттім. Жарайды, рахмет. Бүгін сендерге бастан кешке дейін аяққа шейін мен қараймын, иә? Мен айтқанды тыңдайсыңдар ғой, иә? Мен андай енді қатты жуаспын. Бұрын сендерге злой няня келген екен. Оны сендер вообще андай сыйғызбапсыңдар, тентек болғансыңдар. Мені өйтіп істемеңдер. Мен деген жаман қорқақпын. Ақ десем мен тек қорқытпаңдар. Иә, қорқытпаңдар. Мен ана интеллектілем ма? Мен тек жайлап тыныш жүрген жақсы көремін. Сендердің барлық дегендерін жасаймын бүгін. Ал болды, бара беріңдер. Ана жаққа кухняға барып, андайымда қарай сендердің танса. Мәден қатты жуас няня ғой. Иә. Слишком қатты жуас екен. Иә. Не істейміз няняға? Аяқты жинатамыз ба? Істейміз? Зал как раз шашылып жатыр ғой, да? Сол зал жинатып алайық онда. Залға отыра тұрайықшы пока что. Залдың бәрі шашылып жатыр екен, жинаймыз, да? Бірақ біздің няня ғой, да? Давай онда, няняны шақырыңдар. Няня! Құда кеш? Аяқты жинатпайсың ба? Жинай келе сендер не солай жатасыңдар ма? Бұл жерде тұрамыз, сен жинай берші. Отырдың артында мен жинап тастаймын, бәрі. Тез жинатшы. Асықпай жинап тастаймын. Тез, асықпай жинап тастаймын. Сендер жұмсай бересіңдер мені. Сол бәрін жинап тастаймын. Бәрі жинай. Сендер шаша беріңдер. Бәрі жеге берейін өзім. Черт екен ғой. Өзің айтқан істей береді. Шынымен жуас. Бәрін айтқан істей береді. Бізде күнеледі. Болды қыздар, бәрін жинап берейін. Бәрі түзде жинады ғой. Иә. Сендер шаша бермейсіңдер енді, иә ма? Ал, мен күшті жинатпаймын сендерге тағы да. Кухняларында шашылып жатыр екен. Жинап тастаймын, иә қыздар? Менде деген бір ой бар. Няняны қорқытатын ой бар менде. Няняны деген бұғанмен қорқытасайық былаймен. Біз анде отырамыз да няняны шақырып аламыз. Сосын былай няняны бүйтіп қорқытып жібереміз. Ана жерде шыққандармен жуандар тұрғанмен ауылға шығады. Осындайлармен қорқытып тастайық. Кім уақыт жүреді, давай уақыт жүріңдер. Уақыт жүріңдер де, мына бәріміз няняға осынікі няня уақыт жүреміз, иә? Көрсетпеңдер няняға. Көрсетпеңдер. Няня! Няня, кеш! Сен бірде айтамыз. Келші. Келін тағы да не жұмсайсың? Бәрін жинап қойдым үйдің үшін. Не болды, не айтасыңдар? Айтыңдар ал. Айта қойыңдар. Ал айтыңдар. Мама! Черт, няня! Черт, няня! Айтты ғой мені сендерге, қорқытпаңдар деп. Няня,
болса не істейсіңдер? Мыналар жаман тентек қыздар екенсіңдер ғой. Сендер мамаларың, папаларың бәрі жуас, жақсы қыз деді ғой. Я, істемеймін, кеттім мен. Қайда? Қазір деген біз няням шақырамыз да, няням көзінше сені төгіп жатыр, я? Бәрін бүйтіп алып төгіп беріңдер, ма? Келіңдер. Няня, тұра тұрыңдар. Няня. Мына бәрін жинайсың сен. Ей, нағыз? Осылай жина. Нағыз жассыңдар сендер? Мен жинауым керек па енді? Осының бәрін мен жинайын ба? Сен жинайсың. Жинаны бәрін жина. Жақсы, мақұл. Әкел өтсін берме салайын. Көп қой, дағы бүйттіңдер сендер? Маған дағы бүйттіңдер сендер? Мен қорлап болды сені, мен жуастығымды пайдаланды. Болды қыздар міне. Киімі разноцветный, радугый. Киімі разноцветный, тапчиксы. Венделес няня. Лаук няня. Чорт. Қыздар, менде бір ой бар, білесің ма қандай ой екенін? Қандай? Ана мен бір адам тау жатады, няня деп шақырамыз да. Сенден тауыққа көшеге сосын деген няняны шақырамыз. Камила тауыққа алып дейміз. Сосын ол не істейді екенін көреміз реакциясын, я? Келші, көріп қойма сен, яма? Көшеге жат. Няня! Камила тауыққа алып! Не болды бұл? Камила тауыққа алып! Мен ананы өліп қалды деп қорқып жатырмын. Милиция шақырады деп, мамаларым маған ұрсады сосын. Қорқып кеттім ғой мен солай. Ой, бұрмай, жүрегім ұстап қалады. Айттым ғой қорқытпаңдар деп. Маған пранк жасай бермеңдерші. Жасай бермеңдер маған пранк. Ренжіп қалдым. Ох, няня, черт няня, лауқ няня, ренжігіш няня. Мен неге сонша чорт қылды екен бұларды? Ондай қатты, жасы, жуас сондай деген сияқты еді ғой. Бәрі мені жуас қылып бітшін шығарды ғой. Мен жаман пранк жасады бұлар деген. Я болмаса оларға постоянно келіп жүрген ана жаман нянялар келіп, соның өшін алайын деп жатырдым екен. Маған пранк қатты жасады. Не істеймін мен? Не істесем екен, қазір мен оларға пранк жасасам. Жоқ, мен пранк жасай алмайым. Мен не жуаспын ғой, пранк жасай алмайым. Так, менде так бір идея бар менде қазір. Менің айтпақшы балам бар, қатты тентек бандит балам бар. Мен соны шақырсам оларға қатты пранк жасайды менің балам деген. Соны шақырып көрейінші, мен жылайын сосын аналарды шақырайын. Қыздар. Неге сендер маған қатты жесткий пранк жасап жатсыңдар, маған жесткий болып жатсыңдар? Потому что сіз лоқсыз. Сендерді мамаларың, папаларың жақсы қыз деді ғой, сендер жаман болып кетсіңдер. Жаман болып жатсыңдар, вообще жамансыңдар. Мен енді не істесем болады сендерге? Мен баламды шақырамын. Балам деген қатты балам деген вообще мынандай үлкен балам бар, ол бандит балам. Айтып қоямын соны сендерге. Үлкен ба? Үлкен ол деген мынандай Айта бер. Шынымен де ма? Айтамын онда. Жақсы, қазір келеді, қазір звондаймын. Ол осы жерде, жақын жерде жүр. Сендер звондаймын да, қазір мен телефоным қайда? Я, болды. Кешіріңіз. Жоқ, мен звондаймын. Телефонымды берші. Кешіріңіз, болды. Мен телефон соғам. Болды, істемейміз. Балдарыма телефон соғам. Болды. Алло, балам? Сен осы жақын жерде жүрсің бе? Иә. Келіп кетші мына жерге, иә. Маған қарсы жесткий пранк жасап мені деген. Мені жаман, кетші
балам. Иә, тез кел. Осы жерде жүр екен балам. Қазір тап-қазір келеді. Сосын көресің. Шақырмаңызшы. Жоқ, уже келе жатыр, әне, есік қағып жатыр. Әне, қақты есікті. Ассалаумағалейкумдар. Осы ма, дұрыс келдің ба? Осы ғой. Қайсысы кім тиісіп жүрген? Жоқ, біз емес. Мен мамама тиісіп жүрген қайсыларым? Біз емес. Мені оқ болар деген.